Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі менің айтатын тақырыбым алмұрттың адам ағзасына пайдасы. Видеоны көрмей тұрып подписаться мәзірін басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Алмұрттың құрамында В тобындағы барлық дәрумендер, сонымен қатар С, П, никотиндік кислота дәрумендері көптеп кездеседі. Басқа жемістермен салыстырғанда алмұртта мырыш, бал, ванадий, молибден, никель, тор, иод секілді пайдалы элементтер өте көп. Оның жазғы сорты марганецке, ал қысқы сорты темірге өте бай. Үнді ғалымдары алмұрттың жас жапырақтарында фенол болатынын айтады. Бағзы замандарда бұл жапырақты жұлып, саңырауқұлақ ауруларының тері қабынуының алдын алған. Алмұрттың жапырақтарын барлық елде тершеңдікке қарсы қолданады. Алмұрт шырыны аптап ыстықта шөліңізді қандырады және дене температурасын тұрақты ұстайды. Бұл жеміс күйзелісті жеңіп, көңіл күйіңізді көтереді және жүрек қағысын жақсартып, ас қорыту жолдарын тазалайды. Кептірілген алмұрттар семіруден сақтап, қант диабеті, цистит, бүйрек ауруларының алдын алады. Ол үшін күніне жарты стақаннан 4 рет ішіп тұруыңыз керек. Іш өтіп ауырған кезде алмұрт кеселі өте пайдалы. Оны әуелі жинап, кептіріп, қағазға сақтап, салқын жерде ұстаған дұрыс. Алмұрт қайнатпасы және шырыны бүйректегі тастан құтылуға көмектеседі. Оны күнделікті уақытымен пайдаланып, тастан бір жола құтылуға болады. Алмұрт мыңдаған жылдар бойы халықтық медицинада простатитке қарсы қолданады. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Менің сіз үшін дайындаған видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де менің каналыма жазылыңыз.